Корей халқының тағамы хе, балық және сәбізбен жасалынатын өте дәмді, ащы және тәбетті ашатын дәрумендерге толы. Үлкендер сүйіп жейтін корей салаттарының қатарына жатады. Каналға қош келдіңіздер, сіздермен бірге Инка Максовна. Ең керекті өнім ол бізге шиқы балық. Әртүрлі балықты алсаңыз болады. Мен лешті алдым. Оның ішін сыртын тазалап, шетіндегі құйрықтарын, қанаттарын кесіп алып тастаймыз, және дәл видеодағыдай ұзын жолақтарға турап шығамыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде жаңадан видеоларды жіберіп алмайсыз. Міне дәл видеодағыдай осылай жолақтарға турап алыңыз балықтарды. Үлкен ыдысқа салып, ондыған дәміне қарай тұз қосамыз, және осы тұзда кемінде 3 сағатқа қойып қоям. Осы уақытта етіне тұз сіңіп, ол сізде бос болып шықпайды. Тәтті паприка, кориандр, хмели сунели және 70% сірке судан 1,5 ас қасық қосамыз. Осы дәмдеуіштерге балықты маринадтаймыз. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Келесі өнім сәбізді корей үгішінен өткіземіз. Оны аса ұзын қылып өткізбеңіз, жегенге ыңғайлы болатындай, дәл видеодағыдай осылай орташа қылып өткізсеңіз болады. Енді осы сәбізге де біз арнайы маринад дайындаймыз. Оған дәміне қарай 1 шай қасық тұз, кориандр, 2 тіс сарымсақ үгіштен өткізіп алған, және 1 шай қасық тәтті паприка, және 1 шай қасық ашты паприка, 3 ас қасық қант қосып, және 70% сірке судан 1 шай қасық қосамыз. Ең ыңғайлысы өсімдік майды қыздырмаймыз. 50-70 мг-дай жаңағы маринадымыздың үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің маринад дайын болып шығады. Иісі керемет болып шығып тұр. Үгіштен өткізілген сәбізіміздің үстіне барлығын құйып, жақсылап тұрып, суы шыққанша қолмен араластырамыз. Бұл корей сәбізін өзіңізде жеке жасап жесеңіз болады. Өте дәмді сәбіз болып шығады. Қараңыз, видеода қандай сән және иісі керемет болып тұр. Келесі 2 пиязды жолыққа турап, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық өсімдік майы және салатқа арналған 6% сірке су қоссаңыз болады, немесе 9%. 1 ас қасық қосамыз да, үстінен батып тұрғанша су қосып, қолмен жақсылап езіп, кемінде жарты сағатқа қалдырып маринадтаймыз. Бұл бізде маринадталған пияз болып шығады. Енді кемінде 2 сағат тұрған біздің балығымыз маринадталды. Қараңыз, артық суы шыққан, ол бізге керек емес. Қараңыздар, пісіп тұр, балықтың еті керемет болып пісіп тұр. Енді барлық өнімдерді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Суын құймауымыз түбінде қалған. Маринадталған пияздың өзін ғана сығып алып, үстінен қосамыз. Кез келген дастарханнан орын табатын және иісі өте керемет, мұрынды жарып тұратын, дәмі өте дәмді және ащы болып келетін біздің хе салатымызды дайындап көріңіз. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Енді осының барлығын бір ыдысқа саламында, араластырғаннан кейін бетін жауып, барлығының дәмі бір-біріне үлесіп, дәмі кіргенше жарты сағат немесе 1 сағатқа қойып қойсаңыз болады. Уақыт өткеннен кейін балықтан жасалған біздің хе салатымыз дайын. Өте дәмді және мұрыны иісіңізді жарады, тәбетіңізді ашады. Егер де сізге рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басыңыз және пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Еңбегімді бағалағаның үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Инка Максовна.